Қомағай қызыл қоржын. Бір қоржын болыпты. Әрине, қоржын болған соң оның екі басы болады. Бірі көк, екіншісі қызыл еді. Екеуі де ықшам әдемі. Жолға шыққанда үнемі екеуі жүкті тең бөліп алатын. Қоржынның көк басы үнемі көңілді жүреді. Керісінше қоржынның қызыл басы жиі ашуланып қала беретін. Бір күні қызыл жатып кеп ашуланды. «Сенің неге үнемі көңілді жүретініңді білемін», деді көкке. «Ішіңе заттарды көп салып аласың да, өзің де тоқ, көңілің де тоқ, ризасың». «Олай емес», дейді қоржынның көк басы күліп. «Екеуміз үнемі жүкті тең алып жүрміз. Тіпті мен аз алып қалсам да, көңілім баяғыдай күліп жүремін», дейді. «Қайдам», дейді қызыл басы сеніңкіремей. «Жарайды», дейді көк күлімсіреп. «Келесі жолы ішіне қанша зат салсаң да, қолыңды қақпайын, сүйғанынша ал». «Жарайды». Қоржынның көк басы сол жайдары қалпын бұзбады. Ал қызыл басы өкпелеп, ызаға булықты да жиырылып жата кетті. Ертесі екеуі жолға шыққалы жатыр. Қоржынның қызыл басы ішіне сыйғанынша керіп зат салып алды. Алғанын, артылғанын көк басы салып алды. Көк басы баяғыша көңілді, жеңіл келеді. Қызыл басы борсаңдап, терлеп, тепшіп, әреңілеседі. Күндер өте берді. Қоржынның қызыл басы сол қомағайлығын қоймады. Ішін керіп заттарды сала береді. Қызыл басы керіліп, жұқарып, тоз-тозы шықты. Ал жүгі жеңіл, қанағатшыл қоржынның көк басы сол баяғыша көңілді, сергек, үнемі күліп жүреді. Күндердің күнінде қомағай қоржынның қызыл басы заттарды шамадан тыс асаймын деп жыртылды да қалды. Амал жоқ, ішін тіктіруге мәжбүр болады. Сосын ішіне зат салуға шамасы да болмай, сүмпиіп қалды. Ал қоржынның көк басы баяғыша қанағатшыл екен. Аз зат артып, әлі күнге дейін көңілді күн кешуде дейді білетіндер.